Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Ал бүгінгі марафонға қош келдіңіздер. 3 күндік марафон, Алла қаласа, бисмилля, баршамызға сәттілік, жақсы марафон болсын. Бұл марафонға дейін біршама курстарға қатыстым. 2 университетте оқыдым. Осы марафонды ашуым себебі, бастауым себебі бұл өзімнің білімді сынау, яғни осы ағылшын деңгейіне жеткен деңгейімді басқалармен бөлісу, бағымды сынап көру. Үйрену бөлек, оны басқаға үйрету бөлек дейді ғой. Сол егер басқалар да үйреніп, басқалар да өмірінде қолданып, қуанып жатса, ол мен үшін өте қуаныш, үлкен қуаныш. Иншалла, соны тырысып жасап көрейік. Осы марафонның мақсаты жалпы 3 күндік деп аталған себебі бұл фундамент ретінде, яғни сізге ағылшын тілін қалай дұрыс бастап, ары қарай қалай жалғастыруға бір инструкция ретінде болмақ. Кейін де осы марафонмен тоқталып қалмай, ары қарай үйреніп, жетістіктерге жете беріңіздер, тоқтап қалмаңыздар. Бұл марафон аз да болса пайдасы тисе, мен үшін өте қуаныш. Бұл марафонда мен өзімнің бұл сабақта бүгінгі күні, яғни алғашқы күн, тікелей сабақты бастамай, жалпы сабақтың жүйесі туралы, үйрету методикасы туралы, дайындық туралы, жалпы сол туралы айтпақшымын. Себебі өте маңызды. Мысалы, айтады ғой, ағаш шабатын кезде балғаңды қайрап ал дейді ғой. Мысалы, 6 сағат ағаш шабатын болсаң, егер сен қайрамай бірден шауып кететін болсаң, оның сендегі нәтижең қайрап шапқандағы нәтижеңмен қарағанда айырмашылығы көп болуы мүмкін. Сол сияқты ағылшын тілін оқымас бұрын, бір нәрсе үйренбес бұрын бізге жоспар, дайындық, методика, үйрену деген тақырыптарды қозғау керек. Осы тақырыптардың арнайы бір сабақты бірінші күнде арнадым. Себебі маңызы зор. Мына жақта жаздым. Айтпақшы, English as a key, яғни ағылшын кілт сияқты деген ғой. As a key деген кілт қой. Аталу себебі неге деп ойлайсыз? Кейін өзіңіз сабақтан кейін ойланыңыз, шығармалау жазсаңыз болады. Марафонның жоспары, өзгертіп жіберейін. Маңыздар болып тұрады. Марафонның жоспары бірінші күн бүгін, Алла қаласа, бірден сабаққа кіріспей, яғни кіріспей сабақ, мектепте айтылмаған құпия дедім. Кел танысайық, яғни қысқаша өзім туралы айтамын. Үйренуді үйрену, ағылшын тілі және үйрену жоспарым. Жоспар туралы сабағын соңында айтатын боламын. Тест және үй жұмысы. Осы бірінші күн. Екінші күн алғашқы сабақ, яғни жай және күрделі сөйлем ағылшын тілінде, яғни жоспар құрғаннан кейін соның ішіндегі алғашқы қадам, негізгі қадам, жалпы сөйлемнің структурасын үйрететін боламын. Қалай тез құруға, қалай сөйлемдер құрылады деген, жалпы бастап беремін. Жаттығулар жасаймыз, аз-маз, сосын тест болады. Тағы да енді білімімізді тексеру тесті ғой. Үшінші күн Алла қаласа қайталаймыз үйренгенімізді, практикалать етеміз. Сосын ары қарай қалай жалғастырамыз, сол туралы айтатын боламын. Яғни қорытынды сабақ. Кеттік қой, бисмилля. Бірінші күн дайынсыз ба дейді. Дайынсыз ба? Іштей бір желание бар ғой, ағылшын үйренуге деген, өзіңіздің бір проблемаңызды алып келіп, осыны емдеймін, ағылшын тілін қолданып деген сияқты бір ниет, үйренуге деген бір шабыт бар деп ойлаймын өздеріңізде. Сабақты бастамас бұрын бір танысып алайық. Мен алғашқы мастер-классты айтқан болатын. Есімім Арлыбек Алдажанов, Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Америкада оқыдым, Назарбаев университетін бітірдім. Ағылшын тілін менен де мықты білетін болсаңыз, мен соны қалаймын. Сөйтіп басқаларға үйретіп, айналамызды өзгерте берсек, қоғамды өзгертсек, сондай бір үлкен сенім, үлкен үмітпен бастау керек та ағылшын тілін. Қиындықтар болады,
қиындықтар біртүрлі болады. Себебі сіз жаңа тіл үйренген кезде әсіресе айтады ғой, жаңа тіл жаңа адам дейді. Сіз жаңа адам бола бастайсыз. Ол сезіну, ол нормально бәрі. Ұялу да нормально, бірақ соны тоқтатпау керек. Ұялсаңыз да соны жеңіп, соған сеніп алға ұмтылған кезде, сіз оны қолданған кезде, потом уақыт өте келе түсінесіз дұрыс екенін, бәрі нормально екенін, сөйтіп сіз оның жемісін көре бастайсыз. Сондықтан тоқтатпау керек практиканы. Сұрақ қойдым сізге, алла бұйырса ағылшын тілін меңгерген соң өзіңізден қандай өзгерістер күтесіз? Мен сізге ағылшын тілі туралы қысқа слайд, бұл қазір артық болмас деп ойлаймын. Мен мына жақта айтуым бойынша видео деп қойыппын, видео жүріп отыр қазір. Видеодан бөлек істейін бе деп ойлаймын. Қысқаша ағылшын тілі адам құбылыс, сондай құбылыс, жаңа нәрсе үйренгіңіз келіп тұрады. Яғни сіздің бұл сабаққа қатысуыңызда жаңа нәрсе үйренгіңіз келеді. Ол өте жақсы, ол алғашқы қадам. Мысалы, Мұхаммед Али айтпақшы дейді, егер 50 жастағы өміріңізбен, 30 жастағы өміріңізбен 50 жастағы өміріңізде өзгеріс айтарлықтай болмаса, сіз 20 жылдық өміріңізді босқа өмір сүрдіңіз дейді. Сондықтан біз күнде жаңа нәрсе үйреніп тоқтамай үздіксіз дами беру керекпіз. Баяғы сол жартас болып қалмай, күнде жаңа өзімізге жаңа бір білім алып, жаңа методика үйреніп, жаңа адамдармен танысып деген сияқты жаңа жерлерге саяхаттап, сондай өзіміз дамып отыру керекпіз. Үздіксіз даму керекпіз. Яғни менің өмірімде үлкен өзгерістер алып келген себепші болған білімдердің бірі, әрине Алланың қалауымен, ол ағылшын тілі. Ағылшын тілі арқылы мен көп жерге саяхаттадым, көп адамдармен таныстым, жаңа білімдер алдым, курстарға қатыстым, универ бітірдім, жұмысқа тұрдым. Былай қарап отырсаңыз, тікелей қатты байланысты да менің өзім өмірім ағылшын тілімен. Сондықтан бұл ағылшын тілін білмесем, мен өзімді бір шынымды айтайын, бір қиын, өте қиын да, ағылшынсыз мен елестете алмаймын ағылшынсыз өмір сүруді. Ағылшын тілінің өзім ойлап отырсам, 3 үлкен пайдасы бар. Бірінші, ол сіздің рухани былай көзқарасыңызға әсер етеді, терең ойлай бастайсыз, әлемге деген көзқарасыңыз. Бұл іштен басталады да, өзгеріс адамның ішінен басталған, ол сыртынан сосын көрініс береді. Әуелі сіздің жалпы ағылшын тілі оқу барысында түсінігіңіз, бұл тілдің табиғатына мән бересіз, бұл тілде сөйлейтін адамдардың өмір сүру стиліне мән бересіз. Сондай бір іште өзгеріс болады да, ағылшын тілін үйреніп бастап отқан кезде. Басқаша ойланасыз, терең ойланасыз деген сияқты іште өзгеріс. Екіншісі, бұл осы тілді қолданып, сіз проблемаларды шеше бастайсыз. Мысалы, адамдармен сөйлесесіз, мүмкін ағылшын тілін үйреніп жұмысқа тұрасыз, ақша табасыз, саудамен айналысасыз. Яғни өзіңізге мысалы біреу айтты ғой группада, мен ноутбуктың тілін түсінемін дейді. Яғни сіз бірінші іште ағылшын тілін өзгересіз, сенім пайда болады, ағылшын тілін рахат аласыз, тереңірек ойланасыз, жаңағыдай қалай айтсам болады, тұлға ретінде бір дамисыз. Екіншісі, проблеманы шешесіз. Үшінші үлкен пайдасы, бұл рахат аласыз. Солай айтады ғой, мысалы, тамақты жеген кезде де 3 пайдасы бар дейді ғой. Ол дәрі, біріншіден, екіншіден қарынды тойдырады, үшіншіден жаңа рахат аласың да. Сол сияқты тілді үйренген кезде де бір қандай жүріп жатыр, процесс жүріп жатыр, соған мән беру керек. Мектепте айтылмаған құпия дедім, бұл жерде біздің осы күнге дейін Қазақстанда көптеген балалар ағылшын тілін үйренді, бірақ сапасы ондай жақсы емес. Себебі бізге тікелей сабақтан бастап кетті, сабаққа дайындық, бәрі жалпы естіген боларсыз, мектеп жалпы баланы креативді ойлауға, тәуелсіз болуға тәрбиелемейді. Баланы тұрақты қайталап, айтқанды орындататын сондай балаларды тәрбиелейді негізі мектеп. Көптеген нәрселерді, еркін ойлауды, анализ жасауды деген сияқты
сондай шығармашылық тақырыптарды көп қозғамайды. Өмірден адамдар өздері қиналып үйреніп сөйтіп жүреді. Бірақ сондай бір сабақтардың бірі үйренуді үйрену. Яғни біздің ми, мысалы сіз тіпті мысалы механик жаңағыдай машинаның инструменттерін қолданатын адамдар ол инструментті қалай қолдану керек екенін білмесе, ол жұмысын қалай жасайды, ойлап көріңізші. Инструменттің атын білмесеңіз, инструмент ұстауды мысалы қандай түрлері бар, қайткенде ол тіпті мысалы келтіретін болсақ, компьютердің өзі мысалы кітап жазу үшін, шығарма жазу үшін сіз компьютерді қосып сөндіріп білу керексіз. Ол компьютер мысалы зарядкасы отырып жатыр ма, қай кезде өшеді деген сияқты, компьютер ысып кетсе де болмайды деген сияқты қолданып білу керексіз да құралды. Мысалы бізде үйренетін құрал ол біздің миымыз. Біз үйренген кезде бізде миымызды іске қосып, егер сіз шаршап тұрсаңыз, ұйқыңыз келіп тұрса, сіз үйрене алмайсыз. Сол сияқты біз миымыз туралы түсінік қалыптасқан кезде, миымыздың қалай жұмыс жасайтынын түсінген кезде үйренуімізде жеңілдей түседі. Яғни біз өзімізге условия жасаймыз, уақыт бөлеміз, сондай. Сол туралы анықтап айтып кетейін. Ми жалпы бұл қазіргі заманда қатты зерттеліп жатқан құбылыстардың бірі, яғни адам денелерінің бірі. Бұл салмағы 1,3 килограмм шамамен, бірақ энергияны басқа денелерге қарағанда көп жейді. Ми туралы бұл ақпарат жай қосымша ақпарат, мүмкін пайдасы да болып қалар. Жалпы мида бізде нейрон деген затты естіген болатынбыз, нейронный сеть дегенді еститін болатынбыз. Мида осы нейрондар ақпарат тасиды. Яғни бізде мысалы кішкентай балада кішкентай кезде нейрондар көп бөлінеді. Мысалы бара бірақ нейрондардың бөлінуі азая түседі. Яғни адамның мысалы өскен сайын есте сақтау қабілеті нашарлауы, жалпы ойлау қабілетінің нашарлауы осы нейрондарға байланысты. Яғни біз осы нейрондар, жалпы осыны есте сақтаңыз да. Нейрон деген бір пайдасы тиіп қалады бір жерде. Үйрену барысында адам екі жағдайда болады. Осы жағдайлардан алмасып отыру арқылы үйренеді. Олар фокусты жағдай және босаңсыған жағдай. Фокусты дегеніміз көріп тұрсыз, сол жақта фокус деп тұр, ағылшынша, оң жақта диффьюз деп тұр. Яғни фокус, аты айтып тұрғандай, сіз бір нәрсеге сабаққа мән беріп отырып, барлығын қойып, фокусты жағдайда отырған кезде сізде миыңыз фокусты жағдайда жұмыс жасап жатыр. Демалған кезде сіз ол фокусты жағдайдағы алынған ақпараттарды қорыта бастайсыз. Сол сияқты мысалы ұйықтаған кезде де адамның миы босаңсиды. Тұрған кезде жаңа идеялар пайда болуы мүмкін. Я болмаса далада жүрген кезде, демалған кезде адамда жаңа идеялар пайда болуы мүмкін. Неге? Себебі ол миы босаңсыды, миы более еркін ойлайды. Миы фокусты жағдайдағыдай ойламайды, миы еркін ойлайды. Қазір мысал келтіретін болсақ, атақты Томас Эдисон деген бар ғой, атақты ғалым. Ол осындай өзіне жағдай жасайтын болған. Ол фокус жағдайда мысалы ақпарат іздейді, ақпаратты алады, кейін бір демалады осылай. Музыка тыңдап, кішкене тынығады. Ұйықтап бара жатқан кезде адам, мысалы мына жерде Сальвадор Дали деген атақты суретші, креативный, фокусты жұмысынан кейін кішкене тынығады дейді. Қолына кілт ұстап отырады, ұйықтап бара жатады, кілті түсіп кеткен кезде сылдыр еткеннен тұрып кетеді да, ойында сол кезде жақсы идеялар пайда болады екен, соны қағазға тез жазып алады да. Яғни ол нені білдіреді? Бұл сіздің тереңірек. Бұл енді сіз Сальвадор Дали бол деген әңгіме емес, бұл жерде алған ақпараттарыңызды кішкене қорытылуына уақыт бөлу керек деген мысалы әңгіме ғой. Енді осыған қатысты әдіс бар, және фокусты жағдайда және босаңсыған жағдайда қолданып,
сондай бір әдіс бар, ол помодоро әдісі деп аталады. 25 минут фокусты жағдайда отырасыз, сабақ оқисыз, қарайсыз, 5 минут демаласыз. Осыны 3 рет қайталасаңыз болады. Бірінші осы 30 минуттық дайындықты жасап көріңіз. Ол үшін сіз жаңағыдай тек ағылшын тіліне қатысты затқа мән беріңіз, фокусты 25 минутты будильникке қойыңыз, 25 минут болғасын 5 минут тынығыңыз. Осылай үйренесіз. Енді бұған кері әсер ететін бір нәрсе бар. Ол бізде прокрастинация деп аталады. Мысалы, сіз фокусты жағдайда отырғанның өзінде соткаңыз қосылып тұрса, Wi-Fi болса, сізге бір сообщение жазуы мүмкін. Сигнал келеді сізге. Ол сигналдан кейін сіз не істейсіз? Сіз беріліп кетесіз, жауап беріп кетесіз оған. Как бұрынғы әдетіңіз болуы мүмкін. Сосын кіріп кетесіз, уақыт өтіп кетеді. Зомби сияқты, мысалы, Инстаграмда отыратындар бар. Оның ішінде өзім де болдым. Қазір шүкір Инстаграмда қойдым, кішкене болды, азайттым десем де болады. Сол зомби сияқты кіргеннен кейін сіз одан рахат ала бастайсыз. миыңызға оңай, тиімді нәрсе ғой. Ал мысалы сіз алдыңызға қойған ағылшыныңыз жайына қалды. Сіз енді Инстаграмға кіріп, ананың сторисін қарап, мынаның сторисін қарап, рахат алып, мә деп отырған кезде уақытыңыз да өтіп кетті, кеш болды, тамақ жеу керек деген сияқты ағылшын қалып қояды. Ол үшін сіз арнайы білімділердің, білетін адамдардың айтуынша, сіз арнайы орын дайындаңыз ағылшын оқуға, есіктің сыртынан мазаламаң, ағылшын оқып отырып жазып қойыңыз, сотка, Инстаграм барлығын өшіріңіз. Осы помодоро әдісі бойынша ағылшын тілін оқыңыз. 25 минут оқыңыз, қараңыз, талдаңыз, сөз жаттаңыз, кітап оқыңыз, ағылшынша кино қараңыз, 5 минут демалыңыз. Осылай 3 рет қайталаңыз. Үй салған кезде өзбектер үй салады, сосын бәрін бірден салып тастамайды ғой. Салады, сосын кебейді, келесі күні тағы да сен салады, кебейді. Осылай үй тұрғызады да. Бәрін бірден салатын болса, бәрі құлап қалуы мүмкін да. Сондықтан сізде мысалы тоқтамай оқитын болсаңыз, 1 сағат, 2 сағат сонда мектепте айқайлап үйретіп жатады ғой сіз ол ешқандай үй салмайсыз да, миыңызда ешқандай ағылшын тіліне ақпарат жиналмайды. Мына жақта продукт емес процесс дедім. Түсіндіңіз ғой, мына жақта фокусты жағдайда бізге уақыт үлкен фактор, маңызды, оның қорытылуы өте маңызды нәрсе миға. Продукт емес процесс. Бұл жақта продукт дегеніміз, мысалы сіз біреулер ойлауы мүмкін, былай ойлайды да, ағылшын тілін үйренемін деген кезде миы не ойлайды? Мысалы ағылшын тілі ағылшындар да ойлауы мүмкін да, американецтер да ойлауы мүмкін. Миы не істейді? Американецтер да ойлаған кезде ондай болуы мүмкін емес деп ойлайды да. Ондай болу қиын. Лучше мен WhatsAppқа кіріп отыра берейін деп ойлауы мүмкін да, оңай нәрсе істей берейін деп. Бірақ сіз оған алданбаңыз, сіз процесске мән беріңіз. Мысалы сіз американец сияқты болу үшін, американецтер сияқты ағылшын сөйлеу үшін бүгін не істеу керек деген сұрақ қойыңыз өзіңізге де. 1 аптадан кейін қандай болу керек, қайда болу керек, 2 апта, 3 апта, 4 апта, оған уақыт керек қой. Мысалы 1 жыл болса, 1 жылдық план болу керек сізде. Соны үлкен ағылшын тілін үйрену процесі атты жоспар құру керек сізге. Яғни мысалы сөйлеуді үйрену, жазуды үйрену, оқуды, тыңдауды үйрену. Оның ішінде мына күнде бастаймын, так сөйлеудің өзі 3-ке бөлеміз, ананың өзін 5-ке бөлеміз. Әр бөлшектің өзі мағыналы болу керек, мағынасы болу керек. Осы бөлшектер біріккен кезде сізге сіздің проблемаңызды шешеді. Ол туралы мына жерде айттым. Мысалы, машинаны қарасаңыз, әрбір бөлшегі, мен сізге осы бөлшек туралы, жалпы жоспар туралы қосымша мәлімет беремін, мүмкін пайдасы болар. Мысалы, менің беретін мәліметім қысқаша айтқанда, сіздің жоспарыңыз ағылшын тілін бір карта деп алатын болсақ, не болмаса төртбұрышты деп алатын болсақ, сіздің оны 4-ке бөлесіз да, мысалы.
оқу, жазу, есту, сөйлеу да. яғни жазудың мысалы қайсысы оңай? Ең оңайынан бастайық та. Мысалы жазу дейік та. Жазудың өзін үшке бөлейік, мысалға ретінде айтып жатырмын. Жай сөйлем, күрделі сөйлем, сұраулы сөйлем. Яғни жай сөйлемнің өзін беске бөлейік мысалы. Осы шақ, келер шақ, өткен шақ деген сияқты да. Я болмаса қалай ыңғайлы, өзіңе қалай түсінікті, солай бөлу керекпіз. Осы мәліметті жіберемін сізге. Сосын мысалы, бүгін мен жай сөйлемді бастаймын. Осыны 3 күн қайталаймын. Осыны болғасын, осыны бояймын мына жерді, келесі тақырыпқа өтемін. Сөйтіп, сізде осы сөйтіп, мүмкін келесінде мына жерден бастаймын, мына жерді бояймын. Бірақ бәрін бояп, сіз 1 жылда немесе 3 айда осыны бітіру керексіз да, бір уровеньді. Сіздің жететін мақсатыңыз нақты болу керек та. Мен 3 айдан кейін жазып білем, сөйлеп білем, оқып білем деген сияқты бір осы проблеманы шешем. Өзіңізді 3 айдан кейінгі өзіңізді елестетіп білу керексіз. Енді соған жоспар құру керексіз. Біздер мынаған қатысты тағы бір нәрсе айтып кетейін. Бұл практика. Сіз алған біліміңізді қайталап отырыңыз. Қайталау, практика, қайталау. Ұқсас нәрсе ғой. Қолданыңыз. Қолдану дегенді былай түсініңіз. Мысалы, мен сізге бүгін Apple деген сөзді үйреттім бе? Алмады. Я болмаса бір техниканы үйреттім. Оны сіз бір нәрсе сатып алу үшін қолданыңыз, біреуге түсіндіру үшін қолданыңыз, біреуден сұрау үшін қолданыңыз. Сондай пайдасын көріңіз, ол рахат алыңыз одан. Мүмкін кино қараңыз, сол сөйлемдерді қолданып, байқап отырыңыз кинода қай кезде қолданады, сол туралы тереңірек оқыңыз деген сияқты. Қолданыңыз. Қолданған кезде адам ми соны түсінеді, одан пайдасын алады, сонда еске сақтау оңай болады. Қайталау деп айттым жаңа, қолданумен қатар. Бұл мысалы бүгінгі сабақта сіздерге ең маңызды жерлерін жазып отырыңыздар. Мысалы бүгінгі сабақта қайталап бір шықсаңыз да болады өзіңізге. Одан кейін мына жақта мысал келтірейін, 3 күннен кейін қайталау, 1 аптадан кейін қайталау, 1 айдан, 6 айдан кейін қайталау. Себебі адамның миы жалпы ұзақ сақтау мерзімі, қысқа сақтау мерзімі дейді. Мысалы, ұзақ сақтауға біздің атамыз, туған жеріміз ұзақ сақтауға кеттік, себебі біз ол өмір бойы қайталап келе жатырмыз да. Енді ағылшын тілде бізге өмір бойы керек, сондықтан біз оны қайталап отыруымыз керек. Енді қысқа мерзімге мысалы өзіңіз де білетін боласыз. Біреудің аты болуы мүмкін, жаңағы жұмыстасың, бір саяхатта, бір жерде біреудің аты болуы мүмкін, оны ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан қайталап отырыңыз, қолданыңыз. Тіпті мына Құран жаттаған хафиз дейді ғой, солардың өзі де белгілі бір уақыттан кейін тапсырып отырады, ұмытып қалмау үшін да. Қайталау білімнің анасы, сондықтан қайталайық. Бөлшектеу, жоспарлау туралы айттым. Ұялу және тәкаппарлық дедім. Ұялуды, сосын үлкен кедергілер, бұлар жалпы білім жолында енді исламда айтады жаңағы. Осы екеуі үлкен кедергі да білім алуда. Себебі қалай? Ұялу, мысалы, сіз атмосферадан ұяласыз, ол түсінікті себебі. Ми жаңа кішкене қорқасыз, ұяласыз, соны жеңу керек та. Оңай жолдан бастау керек, өзіңізге ұялмайтын жақын адамдармен сөйлесу керек, соны жеңу керек, өзінің барьерді сындыру керек. Егер сіз сөйлеуге ұялатын болсаңыз, онда сіз ешқашан үйренбеуіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңе сендіріңіз, қандай да бір жолмен өзіңізге ұялмай, білгеніңізді шығара алатын, қоғамға жеткізе алатын. Мүмкін интернеттен біреулермен сөйлесіңіз, шетелдіктермен сөйлесіңіз, практиковать етіңіз. Сіздің тәкаппарлыққа қатысты айтатыным, мысалы білім алып отқан кезде, ағылшын тілін үйреніп отқан кезде сізде бір мысалы бір айтады ғой, Абай Құнанбаев айтады ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Яғни бұл жерде қарама-қарсы нәрсе, біреуге сенуге болмайды. Я болмаса менде осындай материалдарға сенуге болмайды. Сізде жоқ ма? Сізде бірақ бар, мысалы мына кітап бар, бірақ сіз әлі оны қолданған жоқсыз да.
бірақ алданып қалмау керек та соған. Не болмаса жаңағыдай бізде жоқ нәрсемен жаңағы мақтанып, не болмаса сондай бір не болып қалмау, тоқтап қалмау керек бір орында. Мысалы кейде бір мынандай болады ғой, сізде көптеген материалдар бар ағылшын тіліне қатысты, и сіз миыңыз ойлап қалады, материалдарды көреді да, білемін деп ойлауы мүмкін ақпаратты да. Менде бар бұл ақпарат, значит мен білемін деп та, асықпай оқырмын деген сияқты. Сөйтіп алданып қалмаңыз. Сосын тәкаппарлыққа да бой алдырмайық. Осы жалпы. Алла қаласа ағылшын тілінен негізгі сабақты ертең бастаймыз. Негізгі сабағы жай сөйлем деп аталады. Мен сөйлемнің структурасына тікелей бастап кетемін, алла бұйырса. Барлығымыз ағылшынша оқып білеміз. Ағылшын тілі сондай керемет оңай тіл негізі. Алла қаласа барынша жеңіл жолын үйретемін. Сосын сізге үйге тапсырма. Егер ағылшын тілін кілт деп алса, қандай есіктерді аша бередіңіз? Сосын кем дегенде бір бет шығарма жазып келіңіз келесі сабаққа. Сосын алла қаласа ертең тест жіберемін, таңертең. Бұл тестке қатты қадалып қалмаңыз, бұл жай біліміңізді сізбен сөйлесіп көрген жоқпын. Бұл тест жай ағылшын тілінің деңгейіңізді тексереді. Енді қаншалықты ол тест дұрыс, ол жағынан. Себебі сіз ол тест, ол шығарма емес, ағылшынша сөйлем емес. Мен сізді дәл анықтай алмаймын, қазір сізбен сөйлеспегесін, көрмегесін. Бірақ сол тестті сонда тапсырыңыз. Бүгінгі сабақ осы. Баршаңызға сәттілік. Так, түсінікті ол сабақ та. Бүгін бірінші күн жалпы айтады ғой. Кейбір үлкен программа жазатын адамдар бар ғой, жаңағы бір симуляция жасайды дейді ғой. Қалай айтсам болады. Былайша айтқанда бір проектті бастамас бұрын ол алдында дайындық бар ғой. Есептейді, өлшейді. Мысалы, тіпті өлшейтін құралдың өзін бір нәрсені өлшемей тұрып, ол өлшейтін құралды тексереді, стандартқа сай ма деген сияқты. Кез келген нәрсенің алдында бір нәрсе бар да, дайындық бар да. Ол да сондай сабақ. Сізге таныстыру, сізбен танысу, жақынырақ танысу. Мен де сіз сияқты адаммын. Сізге бірге мен де осы әдістер өзімді сынап көргім келеді. Мүмкін пайдам тиіп қалар. Өзіме де пайдалы болар. Өзім де осы әдістерді қолданып, мен де жаңа тілді үйренгім келеді. Сонымен қатар бүгінгі сабақта не үйрендік? Ағылшын тілінің пайдасы туралы, мектептегі техникалардың, мектептегі пробелдер, енді бізге айтылмаған құпиялар, жалпы ми туралы, мидың қалай жұмыс жасайтыны, екі жағдайда болатын туралы. Мысал келтіріп кетейін. Екі кісі тауға шығады екен да. Тауға шықпас бұрын астында сөйлеседі екеуі. Математика сондай да. Бір нәрсені есіне түсіре алмайды, қалай деген сияқты. Кейін тауға көтеріліп, енді шыңына жақындаған кезде, шыққан кезде, ойлаған, мазалаған сұрақ есіне түседі екен. Неге? Себебі ол бір-бірімен сөйлескен кезде милары фокусты жағдайда болды. Кейін олар тауға шығып бара жатқан кезде милары босаңсыды. Енді қорытып, ана затты есіне түсірді да. Шешімін тапты да олар, сұрақты, мазалаған сұрақты. Сол сияқты да сізде жаңағыдай ақпаратты қорытып, ол үшін сондай бір әдісті ұсындым, помодоро әдісі. Осыны қолданыңыз үйреніп жатқан нәрсеңізге. Процеске мән беріңіз, продуктке мән бермеңіз. Себебі мысалы миға емтиханға дайындал десең, өте қиын да. Ертең емтихан десең, өте қиын нәрсе. Сондықтан жай-жайдан бастаңыз. Бүгін не істеу керек, соны ойлаңыз. Прокрастинация туралы айттым. Прокрастинация. Яғни бұл прокрастинацияның қарамағысы, яғни бұған қарсы тұратын ең бірінші үлкен жол бұл. Сигнал келгенде ең бірінші шаг келеді сізге. Мысалы, WhatsApp-тың сообщениені сразу өшіріп тастау керек та. Сол кезде былай айтады, нәпсіге берілмеу дейді, былайша айтқанда. Ең бірінші
сабырдың да механизмі баяғы мысалы сізден айтады ғой, сабыр ол дегеніміз алғашқы соққыда болады дейді. Мысалы сізге алғашқы қиындық келді ғой, дәл сол кезде сіз сабырды енді оған қарама қарсы тұру керексіз да. Ол мысалы жынданып жаңағы айқайын шығарып одан кейін қой сабыр сақтайын деп отырсаңыз ол болмайды да. Дәл сол сияқты прокрастинацияға беріліп кетпеу үшін де алғашқы сигнал келген кезде тоқтату керек та. Зомби болып кетпеу үшін. Солай. Қайталау туралы қайталау маңызды. Енді бұл айтылып жатқан бұл алар жалпы үйрену барысында үлкен факторлар да. Бөлшектеп үйрену. Сосын тағы айтпай кетіп мына жерде бөлшектеуге қатысты өзіңізді бақылап отыруыңыз керек та күнде тәуекелмен картада мысалы карта деп алсын болсақ, мысалы мына жерден бастайсыз да былай жүресіз да мына жаққа. Сіз күнде қарап отырасыз прогрессті бүйтіп бақылап отыруыңыз керек. Сіз мына жақтасыз. Осы жаққа мән бересіз. Мына жақты ойламайсыз. Бүгін не істеймін, ертең не істеймін, сөйтіп дамып отырасыз да. Сізге сол жоспарды жіберемін, алла қаласа, сосын тест жіберемін. Ниетті жаңартып отыру керексіз, алғашқы жаңағы бастаған себебіңізді еске салып отыру керексіз. Неге, қандай проблема бар менде, нені шешемін деген сияқты. Соны шешу керек. Ол үшін не керек, ағылшын керек деген сияқты. Яғни соған байланысты шығарма жазып көріңіз. Ағылшын тілі кілт болса сізде, онымен қандай есіктерді ашатын едіңіз. Мысалы, жұмыстың есігін ашасың. Мысалы ағылшын тілін қолданып, соны анықтап түсініктіріп өзің бір бет шығарма қылып жазыңыз. Более андай детально, конкретно, более тереңірек үңіліңіз да. Солай. Сәттілік баршаңызға. Күндеріңіз жақсы өтсін.